уксуссыз аспиринсіз жасалатын нағыз қыста нанмен қосып жейтін тойымда икра салатын мен бөлісетін боламын, және де қыста қалай ұзақ сақтау керектігін айтатын боламын. Сондықтан видеоны үзбей соңына дейін толық қараңыздар. Ең алдымен керекті заттарымды сіздерге таныстырайын. 3 кг помидор, 2 кг перец, және де 1,5 кг морковь, және де жуа, чеснок, ащы перец керек болады. Ең алдымен осының барлығын турап алатын боламыз. Бізде мұнда перецті соленкі етіп турап алдым, яғни жіңішке етіп. Одан кейін бізде помидорымызды осы блендердің көмегімен өткізіп алдым. Және де мен морковьді түркіден өткізіп алдым. Мұнда видеода көрінбей қалыпты. Және де соңғысы чеснок пен ащы перецті мен осылай бір помидорды қалдырып, соңынан осылай турап, оны да осылай өткізіп алдым. Мен мұнда чеснокты суға салған себебім, яғни сырты тез ашылатындықтан осылай алдын ала осылай суға салып алсаңыздар болады. Міне осындай ол өтті. Ендігі кезекте оны осылай помидорымыздың үстіне салатын боламыз. Ендігі кезекте соңғы этап қуыру этабы. Тұзымызды осылай газға қойып, үстіне бір кесе сұйық май қостым, яғни 80 грамдай. Үстіне жуамды салып, одан кейін жуамды қатты күйдірмейсіздер. Осылай күйдірмей кезінде морковьімізді саламыз. Одан кейін тағы да араластырып жүріп, перецімізді салып 5 минутқа қоямыз. Яғни тағы да араластырып жүріп 5 минут осылай қуырамыз. Бізде қатты барлық қуырмау керек. Одан кейін помидорымызды саламыз. Помидорымызды салғаннан кейін үстіне осылай тұзымызды, дәміне ғана секерімізді, және де жапырақ, бұрыш, және де паприкамызды қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Қанша грамм керектігін астына жазып кетемін, описаниеға сол кездерден көрсеңіздер болады. Осы кезде осылай банкілерімізді дұрыстап стерилизеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде уже дайын, 10 минут қайнатасыздар, болды. Міне біз банкілерімізді стерилдеп алдына дайындап алдым. Ендігі кезекте соңғы этап банкімізге барлығын құятын боламыз. Міне барлығын осылай құйып аламыз. Және де сіздерге қыста қалай сақтау керектігін айтайын. Атылмау үшін банкіміз ішіне құйғаннан кейін үстіне крышкамызды қойып 4-5 минутқа қоясыз, солай қалдырасыз. Яғни қышқылтығы барлығы шыққаннан кейін барып аузын жауып, қатты нығыздап осылай төңкеріп қоясыздар. Одан кейін үстін осылай орамалмен жауып, бір күнге қалдырасыздар. Міне достар, дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте ұнайды. Отбасыңызға ешқашан атылмайды. Видеоны соңына қарағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын.